Сәлем достар, каналымызға қош келдіңіздер. Каркаде гүлінің жапырағынан дайындалатын бұл сусынды ежелгі Египетте әлсіреген адамға күш беруші емдік шөп ретінде пайдаланған екен. Оны король сусыны деп атағандықтан тек король мен оның маңындағы адамдарға ғана қол жетімді болған. Ал қазір кез келген дүкен сөрелерінде өте қол жетімді бағада тұрса да, біз оның қадірін білмейді екенбіз. Ал оның дайындалуы тіптен қарапайым. 3 литр суық суға шай қасықпен 3 немесе 4 қасық каркаде жапырағын салып, оны баяу отқа қояды екенбіз. Тек қайнатпаймыз, қайнауға дейін жеткізіп, астын өшіріп тастап отырамыз. Солай 2 рет қайталасаңыз тіптен жақсы. Болғаннан кейін қалауыңызша қантты салып, қант ерігенше әбден араластырып сапырасыз. Қант ерігеннен кейін оны бөлме температурасында қойып қойсаңыз болады. Суығаннан кейін бір шыны ыдысқа апельсиннің 2 кесегін салып, әлгінің үстіне жаңағы суып тұрған каркаде сусынын құйсаңыз болады. Бұл каркаденің құрамында магний, фосфор, темір бар болғандықтан және сонымен бірге бірнеше микроэлементтерге бай болғандықтан бұл адамның миын жұмыс жасауына, сонымен бірге адамның ұйқысын қалыптастырып, стресстен қорғап, адамға энергия береді екен. Иә, құрметті достар, бұл видеоны тыңдап қана қоймай, міндетті түрде дүкеннен алып, дайындап, бөлме температурасына қойып отырыңыз. Көңіліңіз көтеріңкі болады. Дендеріңіз сау болсын. Айтпақшы, арнамызға жазылып, кішкентай қоңыраушаны баса кетіңіз. Аман болыңыздар, достар. Пока!